жаңағы сондай болып кетті ғой енді. Кейін содан ол болғаннан кейін мен уже халық, бірақ көбісі мені қолдады. Өздеріңіз көрдіңіздер ма білмеймін. Менің телефоным толып кетті, барлық халық мені қолдады. Ол болсын дұрыс дедің, сіз үлкенсіз, сізге ол неге өйтіп мазақ қылады, дұрыс дедіңіз деген халық көп жазды маған. Сосын барып, ертесі жаңағы QR-ға салды ғой бізді. Ойбай, QR-ға саламыз. Дауыс береді деді. Дауыс береді, сөйтіп екеуіңіздің біреуіңізді қалдырамыз деп. Бопты дедім. Сөйтіп QR-ға берді, бірақ QR-на да сенбедім мен. Сенбедім. Ертесі, бір-екі күннен кейін ба, эфирге келген кезде маған редакторым айтты. Ол болсын тәте деді, халыққа біз дауыс бердік, бірақ халық баянды қолдап тұр деді. Сосын мен айттым, қалай халық баянды қолдайды дедім. Баянды қолдап тұрған жоқ дедім. Мен де көріп отырмын ғой, бәрін комментарияны оқып жатырмын, халық не деп жатқан, мен де көріп отырмын ғой дедім. Сөйтіп едім, жоқ, баянды деді. Сосын барып, мен айттым, неге өтірік алдайсыңдар дедім. Неге бұрмалап жатсыңдар дедім, баянға дедім. Баянды алып қалыңдар кеп тұрса, айтыңдар, алып қалыңдар дедім. Мен ештеңе демеймін дедім. Сөйтіп жоқ, мәселе ода емес деді. Мені де жұмыстан шығарып жатыр осы үшін деді. Мен де кетем, маған бір апта уақыт берді. Мен де осы жұмыстан кетем. Сіз де кетесіз, мен де кетем деді. Сіздің редакторыңыз айтты. Сосын бар, мен сенген жоқпын бір сөзіне. Енді көрейік енді халықтың бүгін эфирде дедім. Кімді не болатынын дедім. Сөйтіп едім, эфир болды, жаңағы QR-ды көрсетті ғой, сол кезде кім? Баян жеңді ғой, жаңағы баян қалады. Сосын бар, мен сол жерде редактормен ұрысқаным бар. Альмирамен де ұрысқаным бар сол жерде. Альмираға да барып айттым. Альмира, мына тірліктерім не дедім? Мені төбелестіріп қойыңдар, шаш жол дегізіп қойыңдар. Енді келіп, QR-ға салып, енді сізге халық қолдамады, баянды көп қолдады деп, мынандай ет қылып отырсыңдар дедім. Бұл қалай дедім? Не мына тірліктерің вообще адамгершілікке жатпайды ғой дедім. Мен не үшін онда шаш жол тұрғызыңдар? Маған үстіп мені баянның мазағы былай тұрсын, енді мен тағы да бір мазақ қылайын деп отырсыңдар ма халықтың алдында дедім. Мен бұл жерге не үшін келдім дедім. Мен сендерге о баста кастингте айттым ғой дедім. Менің күйеуім, жолдасым қайтыс болған, осылай мен шынайы келдім деп бәрін айттым ғой. Енді істеп отқан мынау нелерің не дедім, адамгершілік қайда дедім. Сөйтіп едім, ой, ол болсын тәте, болды, уайымдамаңызшы, қалдыңыз сіз. Ол QR-да баян жеңсе де, жеңбесе де қаласыз деп сөйтті. Сосын бар, мейлі маған қалғаным, кеткенім маған бәрібір енді дедім. Бірақ мыналардың адамгершілігі жатпайды дедім. Сөйтіп едім, болды, уайымдамаңыз, қаласыз сіз деді. Сосын барып, эфир басталғанда жаңағы баян отты, сосын бар Диана ханым. Ол болсын тәте, сізді ұжым болып қалдыруға шештік деді, дұрыс па? Ұжым болып сізді қалдырайық деді. Сосын барып, өзім шок болдым жаңағы, дедім да, үндемедім. Сөйтіп, иә, содан үндемедім да жаңағы, отырдым, вот сол ең бірінші біздің конфликтіміз сол болған. Редакциямен? Редакциямен. Тиктокта отырып енді біраз дүние айттыңыз, оны бүкіл халық көрді, бүкіл Қазақстан бойынша қарады сіздің прямой эфирларыңызды, иә? Осы шындықты неге сен эфирде отырған кезде айтпайсың, шыншыл болсаң деген комментарийлерін мен мыңғырығында оқыдым. Оған не деп жауап бересіз?